Сот отырысы ашық деп жарияланады. Семей қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотымен әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 606 бабының 1 бөлігімен шығарылған. 26 ақпан күні кешкі сағат 10 шамасында мені сотрудник ГАИ қызметкері тоқтап, полиция қызметкері тоқтатып, маған Инстаграм желісінде мен авариялық ситуация жасады деген видео жарияланды, соған штраф саламыз деп, соған штраф салып берді. Мен штраф салған кезде оған келіспедім. Осы қаулы бойынша сізге түсіндіргеннен кейін Инстаграм желісі арқылы бізге берілді. Сол видео арқылы қарап, жүргізушісінің авариялық жағдай туындағанын көріп, сол себепті хаттамасын толтырып бердік. Алайда ол кісінің ар жағында келе жатқан автокөлікті біз видео бойынша байқамадық. Сол себепті 66 баптың 1 тармағымен авариялық жағдай туды деп хаттама салды. Сот отырысында бейнетаспаны сот қарайды. Осы бейнетаспамен сізді таныстырды ма? Бейнетаспаға қарасаңыздар, менің оң жағымда RAV4 автокөлігі келе жатыр. Мен өзім 3-ші жолақта тұрмын. Мен үшінші жолаққа түсейін деген кезде, мынау мені қысып, мына жерде тыңдасаңыздар, мен сигнал беріп тұр. Мына жерде мен тоқтап, өзіне сигнал беріп тұрмын, сіз өзің ақша кетіп тұрсыз деп. Мен соны үйге барып қараған кезде, мына машина мені қысып тұр да, мен еріксіз мына полосаға түсуіме тура келді. Сот қаулы етті. Семей қаласының полиция басқармасының 2026 жылдың 24 ақпандағы қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 606 бабының 1 бөлігімен шығарылған қаулының күші жойылып, іс әкімшілік құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты тоқтатылсын. Шағымы қанағаттандырылсын. Сот отырысында полиция қызметкерінің Инстаграм желісіне жүктелген бейне жазбадан айналмалы жолда солға қатар ауыстырғаны көрінеді. Алайда көлік құралындағы бейне тіркегіштің бейне жазбасына сәйкес, оның оң жағында келе жатқан Toyota RAV4 көлігі оған жаңағы авариялық жағдай тудыртқанын көруімізге болады. Яғни ол оның көлік құралына жол бермей, қозғалыс жолағына ауысып маневр жасағаны көрінеді. Яғни осы жол жолағында келе жатқанда басқа көлік құралы оның бағытын өзгертуге мәжбүр етті. Яғни бейне жазбаға сәйкес қауіпті жағдайдан, яғни жол көлік апатын болдырмау үшін өзінің бағытын өзгерткені бейне жазбадан көрінеді. Сонымен қатар Қаржаубайұлы көшесінің айналмалы жолда жол көлік апатын болдырмау үшін солға маневр жасаған көреміз. Осы орайда сот әрекетінде құқық бұзушылық белгілері жоқ деп таниды. Сондықтан әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің 606 бабының 1 бөлігіне сай шығарылған қаулының күшін жойып, іс бойынша іс жүргізу өндірісін тоқтатуға болады деп тұжырымдайды.